маған емес, өзіңе өкпеле. Бір кедей өзінің өміріне ешбір көңілі толмайды екен. Бірде бақытына орай оған Алланың аяны келіп түседі. Алла тағаланың аянында сен көп ұзамай аса үлкен бай адам боласың. Сосын өзің секілді кедейлерге көмек жасап, ауыл аймағыңдағы ең қадірлі адам боласың. Барлық адам саған разы болып, жақсылықтар тілеп, сен әлемдегі ең сұлу қызбен үйленіп, балалы шағалы болып, көп жасап, бақытты өмір сүресің депті. Жігіт қуанышы қойнына сыймай үйіне келеді де, Алла тағаланың беретін несібесін тосып, отыра бай да болмады, сұлу қызға да үйлене алмады, ашығып шаршап, жазылмайтын ауруға душар болып, әбден тозып, бақилық болыпты. Сосын Алланың алдына барғанда: «Уа Раббым, сіз маған өтірік айттыңыз, берген уәдеңіздің бірін де орындамадыңыз ғой», деп өкпесін айтыпты. Сонда Құдай тағала: «Мен саған айтқан уәдемнің бәрін берген болатынмын, бірақ сен бірде-біреуін алмадың ғой. Сенің есіңе түсірейін, менен аян жеткен соң саған бір жақсы бизнес жасап көрейік деген ұсыныс түсті ме?» дейді. Әлгі кісі «Иә» депті. Сол кезде сен, мен сияқты нашар адам, ондай үлкен бизнесті қайдан істей алсын деп өзіңді төмен санап, әрекет жасамай қойдың. Егер сен ойлаған ойыңа сай әрекет еткен болсаң, мен айтқанымдай бай бизнесмен болып жақсы өмір сүрер едің. Ал ауылдағы тойда сенің жаныңнан әдемі киінген, сұлу бойжеткен өткенде, сен ол қызға шексіз ғашық болып, ол үшін жаныңды да қиюға даяр едің. Солай емес пе? Дегенде, әлгі адам тағы да «Иә, есімде» депті. Егер сен сол қызға барып, тілегіңді айтқан болсаң, ол сенің өмірлік жарың болған болар еді. Бірақ сен мынадай сұлу қыз мен сияқты кедейге қайдан қарайды деп ойлап, жүрексініп бара алмадың. Көрдің бе? Мен айтқанымның бәрін бердім, бірақ сен біреуінде алмай қойдың ғой. Сондықтан маған емес, өзіңе өкпеле деген екен. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.